Bağırsaqlar бар. Жеп көріп. Сәлем достар. Бүгін сіздермен Не болсақ? сухарики жасаймыз. Қытырлақ нан деген дүкендерде сатылатын кирешкелерден еште қалмайды. Тіпті одан дәмдірек десек болады. Балаларыңыз қытырлатып тұрып жеп қояды. Ал олардан қалғаны мектепке беріп жібересіздер. Ал бисмиллах деп бастайық. Нанды осылай турап аламыз. Елмей қалып кеткен нандарыңыз болса, бәрін осылай турап, обал қылмай, кирешке жасап қойсаңыз, балаларға әр пайдалы. Дүкендерден әртүрлі химикаттардан жасалған кирешкелерді жегенше, осыны жегізіңіз. Ал міне турап алдық. Енді сарымсақты майдалап турап, ертіп дайындап қойған сармайымыз, әлде маргариніміз болса, ол да болады. Осыған қосып, кез келген приправаларыңыз болса, қоса бересіздер. Менде ролтон приправа бар екен. Содан 2 шай қасық қосып жібердім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі приправа қоссаңыздар болады. Бірақ сарымсақты ұмытпай салыңыздар. Сарымсақ балаларға өте пайдалы. Кез келген адамға пайдалы. Иммунитеттерді көтереді және паразиттерден құтыласыздар. Менде нандардан бөлек бауырсағымда қалып кетіпті. Сол бауырсақты да обал қылмай турап жібердім. Міне, бәрін қосып араластырып, листке салып, қызып тұрған духовкаңызға, пешіңізге қыздырып, қызартырып пісіріп аласыздар. Міне, кирешкелеріміз дайын болды. Менің балаларым таласып жеп қойды. Олардан қалып кеткенін өзімде жедім. Дәмі деген керемет екен. Мен өзім ерініп жүріп едім. Бірақ тіптен оңай екен жасау жолы. Оңай. 20-15 минут-ақ уақытым кетті осыған жасағанға. Балаларым сүйіп жеді. Қытырлат. Оларға қытырлағаны қызық қой балаларға. Мектебіне де беріп жібердім. Дүкендерден сатып алғанша. Осы дұрыс емес пе, айтыңыздаршы. Ерінбейік қыздар. Қараңыздаршы, бауырсақтың кирешке өте дәмді болады екен. Приправалардың барлығы бір-біріне сіңіп, дәмі керемет үйлесімді болды. Сенбесеңіздер, жасап көріңіздер. Айтқанша, лайк басып, подписаться болуды, комментарий жазып, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Маған өте үлкен көмек және өте маңызды. Сіздерге көп рахмет. Алла қаласа, келесі видеоларда кездескенше мені сақтап алуды ұмытпаңыздар. Жаңадан ашқан парақшама сіздердің қолдауларыңыз керек. Үлкен рахмет.